11-ші халықаралық қысқы мектеп 2021 жұмысы табысты аяқталды. 15-ші ақпаннан бері онлайн тәртібінде өткізіліп келген қысқы мектептің барлық қатысушылары білім беру бағдарламаларын игеру бойынша белсенділік көрсетіп, талқыланған мәселелерге үлкен қызығушылық танытып, тікелей байланыс арқылы бір-бірімен пікір бөлісіп, жан-жақты тәжірибе алмасты. Байқауға қатысқан 40 жобаның 16-сы ғана 2 кезеңнен тұратын қатаң іріктеуден өтіп, негізгі 3 орынға оқу ордамыздың білім алушыларымен қатар Ресей және Өзбекстан елдерінен 5 жеңімпаз анықталды. Бірінші орынды иеленуші Four Elements стартап жобасы Жасыл экономика мектебінің көшбасшысы Азарян Диана болды. Диана Ресей жерге орналастыру мемлекеттік университетінің студенті. Халықаралық ғылыми білім беру ынтымақтастығын нығайтудың алтын көпіріне айналған қысқы мектеп барысында магистранттар, докторанттар және жас ғалымдар өз білімдерін жетілдіруге, білікті мамандардан тәжірибе алуға бірегей мүмкіндік алды. Естеріңізге сала кетейік, биылғы мектеп жұмысына әлемнің 33 елінен 2371 тыңдаушы қатысып, сабақ өткізуге 133 шетелдік ғалым тартылған болатын. Цифрландыру ауыл шаруашылығын дәстүрлі бағыттан инновациялық шешімдер мен әзірлемелер үшін жаңа нарықтар құруға қабілетті. Еңбек өнімділігін 35-40%-ға арттыра отырып, жоғары технологиялық салаға айналдыратын ақылды тетік. Цифрлық университет құру ауыл шаруашылығын заман талабына сай дамытуға ықпал жасайтын, цифрлық технологияларды тиімді қолдана алатын, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі Руслан Манатаев университетке жұмыс сапарымен келді. Вице-министрмен кездесу барысында отандық агроөнеркәсіптік кешенін инновациялық дамыту, цифрландыру, жаңа технологиялар тарту мәселелері талқыланып, өндіріс көлемін ұлғайту, бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған өнімді ұлғайту және еңбек өнімділігін арттыру жөніндегі түйінді проблемалар қаралды. Кездесу соңында Руслан Манатаев университеттің цифрландыруды дамыту бойынша жұмыстарына жоғары баға берді. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің медиа орталығынан.